Әйел үйдегі ырысын, ұл айбарлы қылышың, қыз түздегі өрісін, келін кеңейген тынысың. Қайырлы таң, эфирде сіздермен бірге жүрек жалғайық бағдарламасы және де оның жүргізушісі. Мен Нұрсұлтан Ережепов, ал бізде бүгін қонақта 10 саусағынан өнері тамған қобызшы қыздарыңыз Ақерке Тәжібаева. Сәлем Ақерке, қош келдіңіз. Сәлем, қош көрдік. Қалайсыз? Рахмет көп, шақырғандарыңызға рахмет. Жақсы, көңіл күйім де жақсы. Таң атпастан сондай көңіл күйіңіз бір өте керемет болып тұр. Енді бірден сұрақ, қандай тамақ дайындаймыз? Негізі бүгін мен тамақ дайындамаймын, бүгін біз салат дайындаймыз. Негізі мен көп шетелде болғандықтан тамақ дайындауға мүлдем уақыттың жоқтың қасы. Сондықтан мен қазір сіздерге екі түрлі бір салатты дайындасам, бір тағамның орнына. Тамаша, яғни бір салат емес, екі түрлі салат бүгін Ақерке Тәжібаеваның қолынан дәм тататын боламыз, иә? Иә. Ақерке, енді дәл сол салатымыз кімге арналады? Бүгінгі көріп отырған біздердің көрермендерге бір салатымыз жеміс жидектерден құралғандықтан оны біз әйел қауымына арналғым келіп отыр. Ал екіншісі, ол менің анамның ылғи жасайтын салаттың бірі. Ол негізінен анамның айтуы бойынша мужской каприз деп айтады да. Бірақ мен оны қазақшаға не алғанда еркектің қырсығы ма, қырсығы еркек па. Бірақ барлық бізді көріп отырған ұлдарға, барлық ер жігіттерге арнағым келеді. Тамаша, қыздар қауымына және жігіттер қауымына екі салат түрін дайындайтын боласыз. Ал бұл салаттардың дәмін кім тататын болады? Яғни бағасын кім береді? Менің жақын туысым, сіңілім Әйгерім деген. Яғни сіздің сіңіліңіз Әйгерім. Әйгерім. Олай болса, біздің қалың көрерменге сіздің сіңіліңіз Әйгеріммен жақынырақ таныс болсын. Дәрібай Әйгерім 1992 жылы Түркістан қаласында туылған, Ахмет Яссауи атындағы ХКТУ түлегі, мамандығы программист. Аруымыз көлік айдағанды, достармен қыдырғанды жақсы көреді. Көрермендеріміз Әйгеріммен жақынырақ таныс болса, Ақерке енді бұл салат түрінің қалай аталатыны жайлы және де қандай бізге заттар керектігін көрермендерімізге жақсылап бір түсіндіре кетсеңіз. Енді бірінші әйелдер қауымынан бастайық, солай ғой? Бастаңыз. Бізге жеміс жидектерден жасалған салатымызға құлпынай қажет, банан қажет, одан кейін йогурт. Йогурттың қызыл емес, ақшыл түрі керек. Сосын ананас. Осы 4 қана алма міндетті түрде қажет. Оған алмұртты да қосуға болады. Ал екінші ұлдар қауымына арналатын біздің салатымыз, ол жерде жұмыртқа, суға пісірілген қайнатылған қияр. Негізі білмеймін, бізді көріп отырған, жан жақтан көріп отырған көрермендер болып жатса, негізі қиярды әркім әртүрлі айтады. Біздің жақта, мысалы, оңтүстік жақта, Түркістандамын мен өзім. Ол жақта бәдірен дейміз. Өскемен жақта естіген боларсыз, әгүршік деген бар. Шынымен қызық, біздің келімізде түрлі аймақтарда түрлі атаулар бар. Сол сияқты келесі зат бұл. Келесі зат ол тауық. Тауықты суға қайнатып аламыз, кішкене тұздап. Осы 3 зат, содан ең соңында әрине майонезбен. Жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық заттарымыз дайын, біз жұмысты бастайық. Ақерке, мен тақтайшаларды алайын. Сізге қайсысы дұрыс? Бір. Осыны кішісін мен алайын. Кейінен пышақ түрі мына жақта үлкені бар, қысқасы бар. Қайсысын бәріңіз? Кішкентай ыңғайлы ғой. Сол кішкентайын алсаңыз болады. Онда сен алмадан бастасаң. Мен алмадан бастайды. Алманың әртүрлі түрінен алдық, әдемі көріну үшін. Сары түрінен де алуға болады. Мен қоса жаңа айттым ғой, алмұртпен де араластыруға болады. Мен онда олай болса мына жақтағы салатты бітіре берейін. Мен қыздар қауымына жасайын, жігіттер қауымына жасайын. Солай бөлейік. Бұны маған бір көрсетіп жіберсеңіз, қалай кесетін, мен оған дейін мына жақта ыдыстар алып дайындай берейін. Салатын ыдыстар. Егер турап жүрген болсаң, оны білесің, бұл еш қиыны жоқ. Осылай бірінші ұзынынан тураймыз. Уақыт үнемдеу үшін үстіне қоямыз. Одан кейін былай қарай бөлеміз. Енді бір сөзбен орысша айтқанда соломинка, иә? Соломинка сияқты. Кейін сосын 4 бұрышты. Содан кейін 4-4-ке бөлеміз, 4 бұрышты қажет. Оның көлемі үлкен, немесе кішкентай болу өздеріңізге байланысты. Болды, ары қарай өзім турай берейін. Ыңғайыңызға қарай сіз өзіңіздің жұмысыңызды реттестіріңіз. Мен көмектесіп тұрайын сізге. Ал мен болса
қиярдан бастайын. Бәдірен, әгүршік. Бәдірен, әгүршік шынымен атауы қызық екен. Негізі бізде де орталықта, яғни Жезқазған жақтарда көбінесе әгүршік деп айтады. Әгүршік. Мен естуім бар, мысалы Қазақстанда кейбір жерлерде, мысалы машинаның дөңгелегін, көліктің дөңгелегін бір жерде Қостанайда ғой деймін, дөңғалақ дейді. Мен бірінші естіптім, қызық. Менің ойымша Ақерке, сен Қазақстан түгіл барлы көптеген елдерді аралап келдің. Ғаламтор бетінен де көптеген жерлерде көріп жатамыз. Ақерке біресе Германияда, немесе Италияда, немесе Ресейде, әйтеуір бір көбінесе сырт мемлекеттерде жүресің. Сондықтан да сырт мемлекеттерге барған кезде қандай тамақты жейсің жалпы? Саған өзіңе қай мемлекеттің тамағы ұнайды? Негізі маған өзім 28 елде болғанмын, егер қалаларын санамасам. Ең қатты ұнайтын өзіме жақын әрине ол түрік тағамы. Оның ішінде Ескендер деген тағам өте қатты ұнайды. Ал жалпы, мысалы, Европаға барған кезде ылғи мен итальяндық пицца аламын, немесе жаңағы олардың атақты тағамдарының бірі спагетти. Итальянша спагетти. Спагетти, иә. Жалпы Ақерке, бұндай асты, яғни мынандай салаттар жасауды қайдан үйрендің? Кім үйретті? Мен негізі тамақтан гөрі салаттың неше түрлісін жасаймын. Кішкентай кезімде ылғи қонақтар үйге келіп жатса, анам маған жаңа көкөністерді алып келіп қойып алдыма. Мә, сіз қалаған жаса дейтін, мен неше түрлі салаттарды ойдан шығарып, немесе интернеттен қарап, немесе жаңа барған шетелде көрген тағамдарынан жасайтын. Маған терка керек. Болды. Бір ауыз сөзіңіз, күш қазақша айтқанда? Күшіміз дайын. Бұл салатқа міндетті түрде терка қажет. Бұлай қолдарыңызды ысырмай жаңағы. Яғни қиярды өткізу үшін, е? Қиярды өткізу үшін, терка қажет. Сонда анаңыз сізге тапсырыс береді, сіз өзіңіздің қиялыңыз бойынша дайындай бересіз. Неше түрлі салаттар жасайтынмын. Интернеттен қарап, мен көбінде әсемдікке көп көңіл бөлетінмін. Сырты жағы әдемі болса, жаңағы көрінісі. Солай. Негізі өзім кішкене тағамға қырсық адаммын. Түрі ұнамаса, оны жемей қоятын әдетім бар. Сонда әр асты талғап жейсің бе, әлде қалай? Енді олай да болмайды ғой, бірақ енді түріне қарап жеймін, әдемі болса жеймін. Жоқ, менің ойымша жаңа сіз айтқан ботқа, кашалар мысалы қоңырлау болып келсе, мүлдем жегім келмейді. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, сырты бүтін, іші түтін. Сол себепті қатты сағат. Менің ойымша асшы егер тағамды жүрекпен жасайтын болса, міндетті түрде әдемі болып шығады. Дәмі де соған байланысты деп ойлаймын. Бізде бір алма жеткілікті ме, әлде тағы қызыл алман біреуін турайын ба? Ұзармай жатыр, басқа жағынан ғой, не мына жерінен ба? Күшті, сол жағынан күшсеңіз жақсы болады. Ұзын таяқша болып шығу керек та, сол міндетті түрде мынау болмайды мысалы, мына жағымен. Осындай ұзын болу керек, қазір көреміз енді. Менің ойымша сіз салаттың түр-түрін білетін сияқтысыз. Түр-түрін білеміз енді, құдайға шүкір. Негізі мен тамаққа өте шебер емеспін. Мүмкін музыкант болғандықтан болар. Кішкентай кезімде оған уақыт болмайтын. Себебі біз 12 жылдық Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған, арнайы мамандандырылған музыкалық мектепте оқитынмын. Таңертеңгісін ерте тұрып үйден кетемін. Таңертең жай пәндер болып жатса, кешкісін жаңағы музыкалық пәндер болып, мүлдем балалық шағым жоқ болған сияқты, мына ойнауға, басқа интернетте отыруға, немесе басқа да жұмыс жасауға. Сондықтан мен өте кеш үйрендім тағам жасауды, бірақ салатты кішкентайымнан білемін. Сонда сіз өкінесіз бе сондай болғанына, әлде қалай? Менің туысқандарым негізі айтатын, сен қандай келін боласың, тамақ жасай алмайсың. Бірақ сонша айтып, әңгіме айтқалы бері, кейін 20 жасқа толғанымда бір бастап көрейінші деп, ең алғашқы менің тағамым күріштен жасалған суп болатын, рисовый суп деп аталады ғой. Соны жасап болған. Ең бірінші ас, иә? 20 жасыңызда? 20 жасымда. Шынымен қызық екен, Ақерке 20 жасында ең бірінші рет тағам пісірген. Өзі оңтүстіктің қызы. Менің ойымша оңтүстіктің қыздар көбінесе пысықтау келеді. Пысықтау, иә. Бірақ мен сенбей тұрмын, бірінші 20 жасымда ас пісірдім дегенге. Кеш. Бірақ
мысалыға бір адамдар тамақты бастағанда тұзы жетпей қалады немесе дәмдісіз болады. Менің бірден жасалған тағамым барлығына ұнады. Үй мүшелеріне, яғни әкеме, шешеме, келген қонақтарға жаңағы рисовый супым дейді ғой, күріштен жасалған тағамым көңілінен шықты, тұзы бәрі келіп. Одан кейін суптың неше түрлісін жасайтын болдым. Кейіннен әрине бешбармақ, қамыр жаюға үйрендім. Қазір Құдайға шүкір жасайып. Келін болуға әбден лайықтысыз да, дайынсыз да, бір сөзбен айтқанда. Әрине үйренетін көп зат бар ғой. Ақерке, өзіңіздің болашақ жарыңыз тамақ жасағанын қалайсыз ба, әлде асхана иесі өзіңіз ғана болған дұрыс па? Қалар едім, шынын айтсам қалар едім. Бірақ енді ол тамақ жасайлады деп барлық тамақты немесе жаңағы дәм тұз соны мойнына артпай, әрине өзің әйел баласы болғаннан кейін отбасы құрған соң әрине өзім жасауға тырысамын. Мейлінше. Бірақ мен ойлаймын, кейде қыздарға сондай бір мерекелерде бір тосын сый жасап, бір әдемі сүйікті тамақтарын жасаса, менің ең сүйікті тағам ол тұшпара дейді ғой, пельмень. Тұшпара. Мені яғни таңғалдыру қиын емес. Сол тамақты жасап берсе болды. Яғни сіздің құпияңыз ашылды. Ең сүйікті астарыңыздың бірі тұшпара. Болашақ мүмкін сіздің сүйікті жарыңыз қазір біздің арнамызды көріп жатқан болатын болса, сіздің жүрегіңізге тұшпара арқылы жол табуға болады екен, Мүмкін. Бір қызық жағдай болған. Кішкентай кезімде мен енді интернетке кіргенде жаңағы құпия өз кілті болады. Пароль дейді ғой. Оны ешкімге айтпайтынмын. Сөйтсем жаңағы үйдегі жиендерімнің бірі интернетке кіріп, менің жаңағы паролімді, құпия кілтімді ашқысы келіп, жан-жақты көрген ғой. Бір күні қарасам, кіріпті. Қалай кірдің десең, мен таптым дейді. Қалай таптым десем, сенің ең сүйікті тағамың тұшпар емес пе дейді. Пельмень деп жаздым, сразу ашыла қалды. Тамаша, сонда сіз өзіңіздің жеке пароліңізді, құпия сөзіңізді тұшпара деп сақтап қойғансыз, Сөйтіп сақтап қойғанмын ғой, содан кейін ондай жасамайтын болдым. Қазір ең қиын нөмірлермен, жаңағы жұлдызша, сызықшасымен қиындау кілт қоятын болдым. Яғни солай. Дәл қазір бізді көріп отқан көрермендеріміз болатын болса, қазір мүмкін Инстаграм желісінде сіздің атыңызды енгізіп, кейін жеке құпия сөз ретінде тұшпараны енгізіп жатқан болар. Мүмкін білет, бірақ қазір қоймайтын болдым. Бұрын барлық желідегі жаңағы кілтте солай аталатын. Шынымен қызық екен. Сүйікті аспен дәлме-дәл құпия сөзді байланыстыру. Нұрсұлтан, міне біз майдалап әбден керегін алдық. Біздің қиярымыздың, бәдіреніміздің. Енді неден бастаса болады? Тауықтан бастайды. Тауықты да дәл солай майдалау қажет. Майдалап кіру қажет? Үккіштен. Үккіштен өткізу керек? Міндет түрде. Енді қияр жаңағы майдаланып, тауығымыз майдаланбаса бір түрлі болып қалады ғой. Бір композицияда болу керек. Мына жақ шетмен өткізсеңіз болады. Есімен шықты дей берді ғой. Ештеңе етпес енді. Сіздің ас үйге аса қатты кірмейтініңіз, жалпы ас дайындауға қолыңыз тие бермейтіні. Нұрсұлтан. Жоқ, мен көп нәрсе жасай аламын. Жоқ, сіздің көп нәрсе жасай алатыныңызға қазір шынымен дәлме-дәл себепкерсіз. Өзіңіз дәл қазір сіздердің арналарыңызға келіп. Біздің арнамыз арқылы қазір қаншама жігіт көріп отырып, сізге кішкене бір ой тиіп отырған шығар. Дәл осындай менің сүйіктім болса екен деген. Қалай кетті? Керемет. Енді осы алма бізге жеткілікті ме, әлде тағы тұрайын ба? Енді көптеу молынан болған жақсы. Әрине бұл керекті негізгі не ретінде, салаттың негізі ретінде көбірек жасаған дұрыс. Бұл алманың барлығын тураған дұрыс, Әрине. Барлығына жету үшін, күшті дәмді болу үшін. Ал біз жақсылап тұрып, сіз тауықты үккіштен өткізгенше, мен алманы әдемілеп тұрып турағанша, сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз сіздермен бірер минуттан кейін көрсеміз, бізде жарнама. Арнамызға енді қосылған көрермендеріміз болатын болса, эфирде жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта қазақтың ерке қызы қобызшы Ақерке Тәжібаева ханым. Біз жақсылап тұрып алмамызды турадық.
тауығымызды күштен өткіздік, қияр екеуін. Енді келесі жұмыс біздің жұмыртқамыз қалды. Сол жұмыртқамызды жаңағыдай үкіштейміз. Үкіштейсіз? Ал менің жұмысым? Менің жұмысым? Сіздің жұмысыңыз осы екеуін, яғни бұдан туралған, бұны араластыруға болады. Үстіне қоса берсем болады? Ананас бұл. Дайын ананастар сатылады. Консервленген ананас. Иә. Одан үстіне құлпынайды төрт-піштеп турау керек. Құлпынайды да әдемілеп тұрып турау керек, иә? Барлығын емес, бірақ соңын қалдыру керек. Соңын, иә? Мынаған араластырмаймыз, қазір құлпынайды төрт-піштеп тураймыз, соңынан әсерлеу үшін ол. Әсемдеу үшін. Ал біз болса, жұмыртқамызды... Мына төрт-пішті жеткілікті ғой, бізде? Сәл үлкейтсеңіз болады? Бұлай үлкейтсем болады, Одан кішірек. Одан кішірек? Осы жаңағы, алмаңыз секілді. Жақсы. О, мынау жақсы. Үкішіңіз жақсы жұмыс істеп кетті. Үкішіміз өзі анда-санда. Немесе ол тауықтан гөрі жұмыртқаны жақсы қалайды ғой деймін. Немесе үкішіміз енді сізге үйреніп жатыр. Енді маған үйреніп жатыр. Ақерке, сіз өткен жылы өзіңіздің жеке кешіңізді бердіңіз, иә? Солай халықты қуанттыңыз. Ал биылғы жылы халықты қандай жаңалықтарыңызбен қуантасыз? Жаңалық дегенде мен негізі өзім дәстүрлі музыкант болған соң, арасында енді эстрадалық бағыт тастаған соң, мен көбінде шетелдерде өзімнің өнерімді көрсетем. Себебі ол жақта көптеген музыканттар шақырып жатады, үлкен жобаларға қатысуға шақыру алып жатамын. Биылдың өзінде, Құдай қаласа, Швейцарияда бір айдың көлемінде алақшаса үлкен байқауға кетіп бара жатырмын. Байқау болғанда фестиваль дүние жүзінен талантты музыканттар келеді, пианистер. Швейцарияның Лугано деген қаласында. Алақшаса өз өнерімді көрсететін боламын. Тамаша, сіз дәл қазір Қазақстанда емес, көбінесе шетелде? Шетелдерде, иә. Әрине, осы жылдың соңына қарай енді өзім ойым, жоспарым бойынша тағы бір соңғы қазіргі кезде жұмыс істеліп жатқан үнтаспамды шығаруға тырысамын, бітіруге. Себебі бұрынғы үнтаспамда кірмеген жаңа шығармалар, әндер, соларды жаңа үнтаспаға енгізсем деген ойдамын. Тамаша, яғни шығармашылықта жаңалықтарыңыз өте көп екен, иә? Баршылық, иә. Мінекей менің жұмыртқамда бітіп қалды. Бітіп қалды, менің құлпынайымда бітіп қалды. Құлпынайды араластырмаймыз. Шетке қоса тұрайын, иә? Ол тұрай берсін, ол сіздің бананым бар ғой. Бананыңыз бар, онда құлпынайды қоя тұрамыз. Кішкене сала тұрайын. Сіз пысық болып кеттіңіз, менен бұрын бітіріп қойдым. Мен де кішкене белсенді болып жатырмын, сіздің әңгімеңізге қарап, он саусағынан өнері тамған деген сөз сізге дәлме-дәл сай сияқты. Сіз қазіргі таңда тележүргізушісіз және қобызшысыз, өнерге деген үлкен үлесіңізді қосып жатырсыз. Оқытушысыз, және де сіз әкімшілікте қызмет атқарасыз. Бірден бір белсенді, нағыз қазақтың қарапайым қызы. Көбісі айтады, қандай байланыс, неге сіз әкімшілікке кеттіңіз, неге туризмді қаладыңыз? Мен қазір Алматы қаласының туризм басқармасында қызмет атқарамын, бас маман қызметін. Алматы қаласының туризмін дамыту бөлімінде. Енді негізінен мен бұл саланы таңдауымның бірде-бір себебі, ол менің ойымша туризм мен мәдениет байланысты, бір-біріне байланысты сияқты. Қандай да болмасын шетелдерге барсам, тіпті министрлікке дейін, туризм және мәдениет министрлігі деп бірге болады. Бізде әзірге екі бөлек. Неге айтайын, біз Қазақстанды таныту үшін, соның ішінде Алматы қаласының әлеуетін, туристік әлеуетін таныту мақсатында біз шетелдерге ылғи жан-жақты туризм көрмелеріне қатысып тұрамыз. Сол кездерде біз Алматы қаласының көрнекті жерлерімен қатар ұлттық дәстүрлі музыкасын, ұлттық киімін насихаттаймыз. Сол барысында әрине көрмеде мысалыға кез келген шетелдік адам келіп, мынау қай ел, қандай қала деп келгенде, мына жерде әдемі солардың қазақи ұлттық музыкасы ойнап тұрса, несі жаман? Сондықтан да мен ойлаймын, бұл байланысты. Мен барған жерімде өзімнің аспабымды мүлдем
қалдырмаймын, алып жүремін. Мейлі ол басқа саладан болсын, туризм саласынан болсын, мейлі ол басқа мүлдем басқа мамандық бойынша болсын, қобыз менімен біте қайнасып жатқан сияқты. Ол менің бір жақын досым, өмірлік жан серік деуге де болады. Қазір шейін тұрмыс құрмағанмын ғой. Қашанда әрдайым қасымнан табылатын аспабым, досым. Енді келесі кезекте. Біз майонезімізді алайық. Менің салатым негізі қарап тұрсаңыз, менің салатым Нұрсұлтанның салатынан тезірек бітті. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген адам бір уақыттың тығыз уақытында киініп жатып, дайын тұрған холодильник тоңазытқышта дайын тұрған тауықты ала сала, жұмыртқаны суға 5 минутта пісе сала, осындай салат дайындауға болады. Мынаның ішінде айтып қайталап өтейін, қияр, жұмыртқа және де тауықтың еті, ұнтақталған, үгітілген еті. Енді осыны 3 қана зат, соның үстіне біз майонезді қосамыз, араластырамыз майонезбен. Енді мен не істейін? Менің жұмысым, менің ойымша дайын болған сияқты келесі кезекте. Жақсы болды. Енді келесі кезекте сіз осы салатыңызды йогуртпен араластырамыз. Иә, дәл қазір біз Ақерке ханым жігіттерге арналған өзінің салатын араластырады, және де Ақерке ханымның әдісімен барша қыздарға дайындалатын салат түрін мен араластырып дайындап біткенше сіздер арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирде жүрек жалғайық. Ал дәл бүгін Ақерке өзінің ерекше салат түрлерін дайындап, барлығын орын-орнына қойып қойды. Ал Ақерке бізге уәде бергенде ерекше әнін ойнап бермек. Иә, көрермендерге халық әні Илигайды орындап бермекшімін. Тамаша. Жақсы көңіл күй тілеймін. Тамаша, Ақерке, шынымен мынадай қобызда ойнау өте бір қиын сияқты, бірақ шынымен өте тамаша бізге әуен орындап бердің. Үлкен қуаныштымыз. Біздің көрермендерімізде де қуанышында шек жоқ деген ойдамын. Ал дәл қазір маған айту бойынша сіздің қонағыңыз, сіңіліңіз Әйгерім біздің арнамызға кіріп келе жатыр. Күтіп алайық, е? Күтейік, әрине. Сіздермен бірге жүрек жалғайық бағдарламасы. Бізде бүгін қонақта қобызшы қыздарыңыз Ақерке Тәжібаева. Бізде бағдарламамыздың соңына келіп жеттік. Ақеркенің дайындаған асы дайын. Қонағы да біздің асханамызда Ақерке. Әйгерімді ортаға шақырайық, е? Кел, Әйгерім. Қош келдіңіз. Келіңіз, ортаға тұрсаңыз болады. Не дайындадыңыз, әпке, десе? Не деген керемет тамақ бұл? Не деген керемет салат түрлері. Ақерке өзі түсіндіріп айтады. Мына салат кімдерге арналған екен, мына салат кімдерге арналған екенін. Қалай, тосын сый ұнады ма? Ұнады, керемет. Әбәдем. Бет әлпеті жақсы ма, әдемі ма? Керемет сөз жоқ. Негізінен мен бір салатты жасаймын дегенмін ғой. Содан уақытты үнемдеп 2 салатты жасайын деп біреуін Нұрсұлтанға тапсырып, біреуін өзім жасадым. Мынау барша бізді көріп отырған еркек қауымдарға, жігіт қауымына, ер жігіттерге арналған салат. Мынау жаңағы жеміс-жидектерден жасалған қыздарға арналған салат. Қайсысын бірінші көресің, немесе қайсы ұнап тұр, содан бастасаң болады. Дәм татуына болады, өзің қалағаныңмен. Ақерке, сен де дәмін көр. Дәл қазір біздің қонақтарымыз бұл астың дәмін көрем дегенше, сіздер салаттың қалай дайындалған туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Жеміс салатын әзірлеуге банан 2 дана, құлпынай 300 грамм, алма 4 дана, ананас 1 дана, йогурт 2 дана керек. Жемістердің барлығын 4 бөлшектеп тураймыз, дайын қоспаны йогуртпен араластыру керек. Дәрумендерге толы салатты кез келген дастарханға ұсынуға болады. Мужской каприз салатын әзірлеуге тауық еті 300 грамм, қияр 300 грамм, жұмыртқа 4 дана, майонез керек. Жоғарыда аталған қоспалардың барлығын үпкіштен өткізіп, майонезбен араластырамыз. Дастарханға көк шөптермен әрлеп ұсынуға болады. Қалай? Керемет. Керемет пе? Ондай нәзік жасалған салат, былайша
Енді нәзік қыздың қолынан жасалған салат міндетті түрде нәзік шығады. Жігіттердің көңілінен шыға ма ең бастысы? Сөз жоқ шығатын сияқты. Ет бар ғой ең бастысы. Ет бар, қарны тойымды. Ет болса ет бар. Енді қыздар қауымына арналған салат түрінен дәмін көріңіз. Қалай екен? Күшті. Екеуін араластырып жесе қалай болады екен? Болмайды. Болмайды. Мынау как орысша айтқанда десерт сияқты келеді, а бұл уже кәдімгі қарны ашқан кезде жегенге тойымды тамақ. Нағыз еркектерге арналған. Нағыз еркекке арналған. Фигурасын сақтайтын қыздарға арналған. Мынау диета сақтап жүрген қыздарға былай айтқанда. Тамаша. Ең бастысы сізге бүгін тосын сый ұнады, иә? Ұнады, керемет. Сөз жоқ. Рахмет. Тамаша, қымбатты біздің көрермендер, дәл бүгін Ақерке Тәжібаева өзінің ерекше ас түрін бізге қалай дайындау керектігін үйретті. Сіздер де үйрендіңіздер деген ойдамын. Дәл осы тағамды сіздер де бүгін өздеріңізге, ас үйлеріңізге дайындап, бізбен бірге жүрек жалғайық.